Так, бәріміз аштық па? Неге әлі жарықсыз ашып қалмайды? Сабаққа дайындалып отыру керек. Камераны ашатындай. Камераны ашпасақ, значит, сабаққа дайын емеспіз. Әшейін кіре салдық деген сөз. Мен де әшейін кіре салсам, қалай болады екен? Сондықтан да міндетті түрде камераны ашып, дайын отыруымыз қажет. Келесіде қайталанбасын. Бір ескерту беріліп тұрмын. Так, кеттік. Ережені білеміз деп ойлаймын. Баршаңызға тағы да қайырлы кеш. Қалдарыңыз қалай? Жақсысыздар ма? Сенбі демалыстарыңыз қалай өтіп жатыр жалпы? Эфир ережесіне сай, біз бүгін сабақты қалай бастаймыз? Қол көтеру батырмасын басу арқылы сұраққа жауап берушілердің арасынан таңдап алатын болам. Осы ережені қатаң сақтасақ. Кеттік, бастаймыз ба? Қол көтеру батырмасы мына жерде орналасқан. Қазір. Тұрыңыздар, мен экранды қосып тұрмын. Қол көтеру батырмасы мына жерде орналасып тұр. Көрдіңіздер ме? Мінекей. Кеттік, олай болса. Бірінші сұрақ. Қолына болдым сүйесін, қолтығына болдым денесін деген жолдардағы жиынбет жырау бейнесі қандай бейнеде тұр? Кім жауап береді? Қол көтеру батырмасын ешкім әлі баспады. Неге? Соншалықты қиын сұрақ па? Так, бұл өлең жолдарында жиынбет жыраудың бейнесі, Шәмші. Ал? Қандай? Бірінші сұрақтың жауабы жолдас. Бұл варианты. Жолдас дейді. Кім тағы басқаша ойлайтындар бар ма? Қолына болдым сүйесін, қолтығына болдым денесін. Бір жолдастық әрекет ретінде қабылдасақ болады, Жақсы. Келесі, Исабековтың әпке драмасында суреттелген отбасылық мәселе қандай? Қандай мәселе? Мөлдір. Бұл жерде әпкелерінің жұмысқа шығуына бауырларының қарсылығы болады. Себебі Қамаржай кондуктор болып жұмысқа кіргісі келген кезде оның бауырлары оған бізде бәрі жеткілікті, жұмысқа орналаспай қойсаң да болатын еді ғой деген секілді мәселе тудырып, үйде жиналыс жасайды. Тамаша, дұрыс. Келесі, Жүсіп Баласағұнның құтты білек дастанындағы өгділміш бейнесіне сәйкес мақал мәтелді тап. Өгділміш деген қандай бейнеде? Кімнің әрекеті, кімнің рөлін ойнайды? Балауса? Балауса. Балауса микрофоны жұмыс істемейді ғой деймін, Нұрбол? Меніңше Д нұсқасы болатын сияқты. Яғни өгділміш қандай бейнеде сипатталады? Ақыл бейнесі. Ақыл бейнесі, дұрыс айтасың. Келесі, Жұмаділовтың тағдыр романындағы тағдыр романындағы автор идеясына арқау болған жайт қандай жайт? Тағдыр романын оқығандар бар ма? Мөлдір? Бұл жерде жауап А нұсқасы 19 ғасырдың соңғы кезеңіндегі шекара бөлінісі. Бұл жерде тағдыр романында Ресей империясы мен Қытай империясының қазақ жеріне, яғни Тарбағатай аймағын бөлісудегі қазақтардың тіршілігі, олардың басынан өткен тағдырдың тауқыметі суреттеледі. Тамаша, дұрыс. Келесі, Майлиннің Шұғаның белгісі, хикаятындағы оқиғаны шиеленісі оқыдық па, Нұрбол?
Әбдірахманға жала жабылып айдалуы. Не себепті айдалады? Шуған белгісін оққандар. Не себепті оны айдауға салады? Не оқиға түрткі болады? Нұрбол? Оқыдық па жалпы шығармамен таныспыз ба? Нұрбол. Я негізі оқыдым, бірақ ұмытып тұрмын. Әбдірахманның сүйген қызының әкесі қарсылық білдіре ме, әлде жақтап екеуін қоса ма? Қарсы болып. Қарсы болады. Кім оқыды? Аңсаған? Абдрахманның әкесі қарсы болып, Абдрахман кедей жігіт болғаннан кейін оған жала жауып, елден айдап жібереді. Дұрыс, иә. Келесі, күштілерім сөз айтса, бас іздеймін шыбындап, әлсін сөзін салғырстып, шалағамын қырындап. Берілген үзіндідегі кейіпкерге тән мінездеме қандай? Мөлдір? Бұл жерде жалтақтық, яғни Абай Құнанбаевтың болыс болдым мінекей өлеңіндегі билердің, жалпы сұлтандардың өзінен үлкен шенділерге жалтақтап, солардың айтқан орындаумен жүретіндігі сипатталған. Дұрыс айтасың. Келесі, Абай жолы романындағы Құнанбай қажылыққа аттанарда көрініс тапқан оқиға қалай аталады? Аңсаған? Нұрбол? Нұсқасы. Абайдың әкесінің жұмсауымен құлыншақ ауылына әкелуі. Мөлдір, сен не дейсің? Бұл жерде А жауабы болады, Б жауабы болады. Дәркембайдың қодардың құнын сұрай келуі. Екінші томда Абай жолы жалпы осы оқиғамен басталады. Құнанбай қажылыққа аттанар кезде Дәркембай бірінші томда өлтірген қодардың құнын сұрай келеді. Яғни Дәрмен деген баланы алып келеді. Нақты есіңде ме, қателесіп тұрған жоқпыз ба? Құнанбай қажылыққа аттанар кезде, Дәркембай қодардың құнын сұрай келеді. Ал 3 мінді қай кезде тағады? 3 мінді бірінші томның соңында. Яғни ол қай оқиға? Құнанбай қажылыққа аттануға шешім қабылдаған кезде 3 мін тағады. Сосын аттанып бара жатқан кезде Дәркембай қодардың құнын сұрай келеді. Дұрыс, молодец. Так, Мұқановтың мәңгілік бала бейнесінде суреттелген ғаламдық тақырып аңсаған? Полигон зардабы. Дұрыс. Келесі, күй аңызды шығармасындағы рухани құндылық? Басқа, кім жауап бермеді? Солар жауап берсінші. Так, үнемі бір оқушылар қайта. Так, неге Шәмші жауап бермейді? Неге Айгерім, Ақжан, Ақбұлғын, Альбина, Аягөз, Балауса, Гүлдидар, Еркежан, Сабина өзі үнемі жауап бермейміз. Инабат, Мадина екеуі, Нұрай Тілеу, Сымбат, Халиса, Аруна, Еркемай, Гүлчухрой, Назерге, Изат, Усердик. Неге сіздер жауап бермейсіздер? Неге активті емессіздер? Біраз тақырыптар таныс емес әлде? Ақжан, Балауса. Балауса микрофонды қосшы. Қалай? Менің ойымша, бұл жердегі құндылық сияқты. Рухани құндылық осы білім сияқты, менің ойымша. Білім? Білім или тарих екеуінің. Күй аңызын оқыдық па? Кішкене. Оқымадық, оқымағандықтан біз білім деп жауап беріп жатырмыз. Күй аңызы шығармасындағы рухани құндылық ол өнер. Дұрыс. Өйткені басты ол өнердің құдіреті туралы айтылған жерде, сондықтан да күй аңызын оқиық. Алдағы сізде ол белгі деп білем, басқа да пробный бұты болсын, басқа бұтыларда бұл сұрақ қайталанады. Бұл сұрақ болмаса да, осы сұрақтың негізінде сұрақтар қойылады міндетті түрде.
Сондықтан толық нұсқасын ерінбей оқимыз. Келесі, Сарғасқаевтың Тәмпіш қара повесіндегі Шамшатай бейнесіне сәйкес келмейтін нұсқа бәрі қолданып жүрді. Кім? Кім болады? Сарғасқаевтың Тәмпіш қара повесіндегі Шамшатай бейнесіне сәйкес келмейді. Яғни сәйкес келсе, ол ұқыпты болуы мүмкін, я? Балауса, я? Кішіпейіл бала сияқты сәйкес келмейтіні. Яғни ол соған қарама-қарсылау, я? Я қарама-қарсы. Дұрыс. Келесі, бірлігінен айрылма, бірлікте бар қасиет деп, татулық болар береке, қылмасын жұрт келеке. Жүздегі сәйкес мақал мәтел, үзіндіге қандай мақал сәйкес келеді? Бірлік болмай іс тоңбас. Сосын, Бірлік бар жерде береке болады. дұрыс, сосын, Береке болады. сосын, Төртеу Төртеу түгел болса келеді. келеді. дұрыс. Келесі, Аққулар ұйықтағанда поэмасына сәйкес келетін тармақтар. Қандай тармақтар? Бала жатыр төсекте күйіп жанып, баласының ана отыр кейін қағып. Дұрыс, сосын, Қартқа қарай ақырын аяңдады, қарусызға қарт келді аянбады. жоқ ол емес. Ол келмеді, апай. Бар өмірден көңілі Иә, қайғылы, байғұс ана байғұс екінен ана айырылды. екінен Айырылды. Келесі, Уәлиханов қатысқан экспедициялар. Ыстықкөл Қашқар мен Ыстықкөл экспедициясы, я? Келесі, Жансүгіровтың Құлагер поэмасының кейіпкерлері кімдер? Күрең Сыншы, Батыраш. Болықбай, Батыраш. Батыраш. Болықбай. Келесі, Байтұрсынұлының ынтымаққа, бірлікке шақыратын мысал өлеңі. Аққу шортан һәм Аққу шортан һәм шаян, дұрыс. 16. Егер дейді. Егер тілім ертең болса құрыма, мен дайынмын өлуге де бүгін-ақ деген қай ақын екенін атаңыз? Кім? Расул Ғамзат. Ғамзатов. Ғамзат, дұрыс. Ол қалай аталады ол өлең? Ана тілі. Ана Ана, дағыстандық ақын. жазушы. ақын. Дерсехан ұлы Бұқаш туралы жыр қай кітапта әңгімеледі? Қорқыт ата кітабы. Қорқыт ата кітабы, дұрыс. Келесі, Зар заман, Бала зары, насихат шығармаларының авторы. Шортанбай Қанайұлы. Шортанбай Қанайұлы. Дұрыс. Жұмаділовтың Қаздар қайтып барады әңгімесіндегі Байтас шалды шекарадан жалғыз өту себебі неде? Не себепті жалғыз өтті? Балалары туған жерге кетіп қалған. Жоқ. Балалар жоқ болғандықтан. Дұрыс, балалары жоқ болғандықтан дейді, я? Дұрыс па? Дұрыс. Келесі сұрақ. Бехожин мен Асқақ Темір мен ақын балаладасында Ақсақ Темірдің бәрінен артық санайтын қаласының аты? Самарқан. Самарқан, дұрыс. Жұмаділовтің Қаздар қайтып барады әңгімесінде Байтас шалдың шекарадан өтіп атамекендегі ескі қыстауға кіргенде не істеді? Не істейді? Бой тұмарын алып, сөгіп, ішіндегі бір уыс топырақ. В варианты, я? Бой тұмарын алып, сөгіп, ішіндегі бір уыс топырақ. Келесі, Асанның ердің құны болса да алдына келіп қалған соң, қол қусырып барған соң, аса кеште қоя бер деген өлеңінде не туралы айтылады? Асан қайғының? Кешірімділік. Жоқ. Жер мәселесі. Ердің құны болса да алдына келіп қалған соң, қол қусырып барған соң, аса кеште қоя бер. Бізде құр
құр үйден қалай айтады? Қуыс үйден құр шықпа дейді. Иә, Ол дәстүр немен салт жатады? мәселесі. Немен? Дәстүр салт мәселесі. Дәстүр Дәстүр салт. салт дұрыс. Дәстүр Келесі. салт мәселесі. Иә, дәстүр салт мәселесі. Жиенбек жырау қай ханның тұсында өмір сүрді? Есім хан. Есім. хан. Есім Дұрыс. нұсқа. Сөз жібек дейді. Сөз жібек, жыр кесте деген тармақ кімдікі? Асанқайғы. Дулат. Дулат Бабатайұлы, иә. Келесі, Иә, Дулат өтпен Бабатай. менен абын ба, Yes. өтін менен жарылма, орыс пенен соғыс, басына мұнша көтерген, жұртына жаулық сағын бар. Бұл кімдікі? Өлең жолдары? Доспамбет жырау. Ақтанбет жырау. Өтпен менен қабын ба, өтін менен жарылма, орыс пенен соғыс, Салкиіз басына мұнша көтерген, жұртына жаулық сағын бақтан берді, иә? Дұрыс. Алтын күміс тас болар, арба бидай ас болар, бірігіп жан тусаң да, қарап та жүріп қас болар. Осы үзінді Шортанбай Қанайұлының қай өлеңінен алынған? Алтын күміс тас болар, арба бидай ас болар, бірігіп Зар жан заман. тусаң да, қарап та жүріп Насихат. қас болар. Бұл Зар заман. бала зары. Балазар. Балазары. Аңыз кейіпкерлеріне арналған жырауды көрсетіңіз. Аңыз кейіпкеріне айналған жырау. Асан қайғы. Асан қайғы. 18 ғасырда өмір сүріп, Тәуке, Абылай кеңесші болған қай жырау? Абылай хандарға кеңесші болған қай жырау? Бұқар Бұқар жырау. Бұқар жыраудың өмір сүрген жылдары қандай? 1706-1778. Жоқ. Жоқ, 1675, 1668, 1781 жыл. 1607, 68-81. Шалкиіз жыраудың өлеңі? Шалки жыраудың. Мұсабиге. Бұл заманда не Ойбай. ғарып? Бұл заманда не ғарып. Әй, айналайында, бұл заманда не ғарып кімдікі ол? С варианты заманда не шағырмақ ғарып? бұлтшылар. Бұл заманда не ғарып? Күн қайда. Жақыптан ауытқымандар. Д вариант. Бұл заманда не ғарып кімдікі? Асан қайғы. Енді, бұл сонда Шалкиіздікі қайсысы болады? Меніңше мұнар күн болады. Мұнаркүн. С варианты. Так, мұнар күн деген ол Махамбеттікі ғой. Махамбеткі. Шығармақ бұл жай тастар. Ғармақ бұл жай тастар. Ағарма, бұл жай тастар. Сен алтынсың, мен қолымын, сен жібексің, мен жүнім деп өлең жолдарын Шалки жырау кімге арнады? Битемірге. Ханға. Битемірге. Темірге. Дұрыс, келесі. Айтқан. Так, алғаным дейді, не дейді? Әли ағаның қызы еді, қас арудың өзі еді, маңдайы күнге тимеген, желге шашы үрмеген деген жолдар қай жыраудың өлеңден алынған? Доспамбет жырау. Доспамбет. Сенімдісіңдер ма? Астуған. Доспамбет. Сенімді ма десе, одан сайын сенімсіз болады. Асан қайғы Қызылтау деген жерге келгенде, не деді? Қызылтауға келгенде? Бауырында тұзы бар екен. Жоқ, ол екі бас тұзға байланысты. Тұзы бар. Таутасы. Таныс құшқасы болады. Тау тасы кеш бол. Тау тасы кеш болғанда қой болып, ыңыранып жатады екен, тоқты қысыр қалмайтын жер екен дейді, иә? Келесі, Асан қайғы Баянауыл деген жерге келгенде не дейді? Баянауылға келгенде? Бұл нұсқасы. Өлеңтінің суымай. Жоқ, А нұсқасы. жоқ. Д нұсқасы. Бауырында тұзы бар екен, тұзы ауыр екен, бір күн түнеп кетемін деген адам бір жұма тоқтап қалады екен, тұзы жібермейді екен. Яғни,
Ол Баянауылда кім бар бізде өте қасиетті дейтіндей. Сол кісінің несін айтады? Мекенін өте қасиетті екен, ұстап қалады екен, иә, бір жұма тоқтап қалады екен. Кімнің мазары бар? Мәшһүр Жүсіп Бөкейұлы, иә? Баянауылдан емес пе? Келесі, ойылда қиыл не дейді? Ойылда қиыл жем сағыз, қайран саланып жатқан аңғарай, ақ шалмалы пірлердің мешітке жаққан шамдарай. Деген үзінді қайдан алынған? Бастуғанның қонысымен қоштасуына. Дұрыс. Келесі, Ақтанберді жыраудың балаларыма өсиет өлеңінде не туралы айтылған? Бірлік, татулық жайлы. Бірлік, татулық жайлы. Дұрыс, бірлікті сақтаңдар дейді, иә. Айналайын ақ жайық, ат салмай өтер күн қайда, еңсесі биік боз орда, еңкейіп кірер күн қайда. Кімнің шығармасынан алынған? Доспанбет. Жиенбет жырау. Жиенбет. Салгей жырау. Мәссаған. Доспанбет жаттап алыңдар. Айналайын ақ жайық, Доспанбетпен тікелей жаттап алу керек бірге. Жыраулар поэзиясының кемелдене, өркендеу дәуірі қай ғасырларда? Қай ғасырларда? 8-15. Так, кім тағы не дейді? 14, Дәуірлеуі 8-ші ғасырда ма? 8-ші ғасырда не болған білеміз ба? Ой, 14, 16. 13-15. Жыраулар поэзиясының өркендеуі не нәрсемен байланысты? Қазақ хандығының Сұлуымен, яғни 15 ғасырда. 15-18. 15 ғасырда 15-18. 15-18, иә, дұрыс. Келесі, анықтасы, иә. Есім ханның кіші жүздегі ел сөзін ұстаған биі, қол бастаған батырына айналған жырау кім? Жиенбет. Жиенбет. Жиенбеттің інісі кім? Иә. Махамбет Жолымбет. емес пе еді? Жолымбет. Қайдағы Иә, Махамбет? Жолымбет. Иә, дұрыс айтасыз, апай. Өзін Махамбет. Так, Бөгенбай батырды толғауларына арқау еткен жырау кім? Үмбетей. Сосын болды ма? Үмбетей, иә, дұрыс. Неге үмбетей? Себебі көбіне ол кісіні қарайтын болсақ, арна өлеңдерін өте көп жазған, иә? Осыған, Сүлейменге, Батырға, Бөгенбай батырға деген өлеңдер өте көп, иә? Арнау жанры үмбетейден қалды ма деп ойлап қаласың, иә? Дұрыс. Так, біз әдеттегідей нұсқа талдауымызды аяқтап қойыппыз. Біраз нәрсені еске түсірдік пе, эфир туралы кері байланыс алып өтсем? Жоқ, сөзбе-сөз, әдебиетшілер ретінде сөйлеп айтсаңдар. Иә, әрине, апай. Өте Мгм. кейбір тақырыптарға әлі келмедім негізі, бірақ танысып жатырмын, төрт баспаймын. Жыраулар поэзиясынан кішкене абдырап қалады екенсіңдер, өлең жолдарын бір-біріне шатастырып, иә. Сондықтан осы мен айтатыным, не нәрсесіңдерде минус болады, не нәрседен көбіне қателік жібересіңдер, сол тақырыптарды мына миға сіңіргенше қайталай беру керек. Сонда ғана ол сіңеді. Егер де, ой, қойшы бұл қиын, қойшы келесі деп жүрсеңдер, онда нәтиже шықпайды. Өйткені айналып келіп, ат айналып қазығын тауып, бұл қайта-қайта айналып келе беретіндер. Сол сұрақтарым бар ма? Әдебиет бойынша, тіл бойынша? Шәмші, тезірек апай, бітіріңізші деп тұрғандай түріші. Түрінен білініп қойды. Так, Әйгерім сізде сұрақ жоқ па? Оны деген. Сұрақ жоқ. Балым мөлдір Тақырыптарды риза. енді өтіп келе жатқан соң сәл қиын болды. Не нәрсе қиын болды? Мен кейбір тақырыптарда әлі толық жеткен жоқпын да, сондықтан көп қиындық туғызды бастапқы жағында. Иә, сондықтан да уақыт бар.
шаршамаңыздар. Негізі сіздер тақырыпқа жетсеңіздер де жетпесеңіздер де эфирге қатысқан тиімді, пайдалы деп білемін, себебі ол есте сақталады. Сосын барып сендер сол тақырыпқа жеткенде түсінесіңдер. Апай неге осы сұрақ дұрыс еді? Осы сұрақ кездесіп еді, себебі бұл осы жерде осы оқиғамен байланысты екен ғой деп айтасыңдар, иә. Ол памятный жақай, есте сақтауға жақсы да, сосын қазбаламады. Так, ұлттық бірыңғай тестілеуде нағыз келетін қазақ әдебиетінен тақырыптар бар. Ол сіздерде бар ма? Иә, жалпы тізімі бар. Қандай Иә. шығармалар келеді? Мен сіздерге қазір бірдеңе көрсетіп жібереміз. Тек ешкімге айтпаймыз. Жақсы ма? Өздеріңіз сосын дәл мен сияқты кіріп, өздеріне жүктеп алыңдар. Жақсы. Так. Мінекей осылай кіреміз. Сосын бұна бірінші мені басамыз. Сосын қазақ әдебиетін басамыз. Мінекей бүкіл, яғни бұл 2024-те келген нағыз нақты тақырыптар. Қаңтар айында 25 жылға шығады, сол кезде 10-да қараңыздар, бірақ қатты өзгеріс болмайды, сондықтан 24-те дайындала берейік. Мінекей, мысалы, ежелгі дәуір әдебиетінен осы тақырыптар нақты келеді, көрдіңіздер ме? Халық ауыл әдебиетінен осы тақырыптар нақты келеді. Жыраулар поэзиясынан осы тақырыптар нақты Апай, келеді. осы тақырыптар бойынша Ау? осы тақырыптар бойынша мен дайындалып жатырмын. Дұрыс. Видео сабақтарда осы реттілік бойынша түсірілген байқасаңыздар. Сондықтан да видео сабақты да қараймыз және толық нұсқа шығармаларын оқимыз, иә? Видео сабақта сыймайды ғой өйткені бәрі. Мінекей, 20 ғасырдан, мысалы, Абайдың қандай өлеңдері келеді, соларды талдай бастасаңдар болады. Сосын ең қызығы, ең ауыры ол қазіргі заман әдебиеті. Мысалы, анасын сағынған бала, нағыз әже қайда, бауыр, мәңгілік бала бейне, прописка, бес атар тіпті қиын, жалған дүние, тар кезең, осылардан қазір бастасаңыздар дұрыс. Негізі мен ойлаймын, ұбт-ға дайындалу үшін мынау ежелгі дәуір әдебиетінен гөрі дәл қазір уақыт бар кезде қазіргі заман әдебиетінен бастаңыздар. Себебі бұл тақырыптарға жеткенше олар қалып қалады, майға жетпейді, қалып қала береді. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан осы тақырыптардан бастап, әрмен қарай мына тақырыптарға ораласыздар. Өйткені бұлар жеңіл, қысқа, ал ұзағын бірінші бастасаңыздар, кішкене өздеріңізге жеңіл болады. Сондықтан айтқан нәрсені істеп, уақытлы жасасаңыздар екен. Олай болса сабақ аяқталды, шыға берсеңіздер болады, келесі аптада кездескенше. Сау болыңыз, Сау болыңыз, апай. Сау болыңыз, апай. Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз.